Сәлем, құрметті команда. Менің есімім Сандуғаш, мен BSC компаниясының топ-лидері боламын. Мен сіздерге BSC компаниясынан кабинетке кіріп отчетты қалай қараймыз деген сұраққа жауап бергім келеді. Себебі бүгін айдың аяғы, біз көру керекпіз, кімге қанша балл жетпейді, соған қарап ары қарай жұмыс істейміз. Өйткені біз осы айды жақсы нәтижемен аяқтау керекпіз. Онда кеттік. Сонымен сіз кабинетіңізге кіресіз, структура деген жерге басасыз. Мінеки соңғысы отчетыға басамыз. Отчетыдың ең соңғысы отчет по активности структуры. Қараңыздар. Кейбір адамдар бетеді. Неге мен ақшаны төлеп қойдым ғой бюроға? Неге менің балым сразу тұрмайды дейді кабинетте? Давайте біз логически ойланайық. Біз ақшаны бюро держательге төледік. Не үшін? Чтобы бюро держатель сол ақшамызды алып, Ресейге төлесін. Яғни, бюро держатель Ресейге жарайды төлеп қойды делік, бірақ сіздің балыңызды өткізетін бюро держатель. Ал енді осы ай, например, жабылған жоқ әлі, 1-2 күн қалды. Сол үшін бюро держатель бүгін ертең бүрсігіні сол балдарды өткізе алады. Сол үшін де балыңыз әлі түспесе, қазір қараймыз отчетты, Мысалы, кейбір адамдар айтады, неге мен кабинетімде мына жерде сразу тұрмайды дейді, мына жерлерде. Ол сразу тұрмайды, өйткені біз алдымен ақшаны бюро держательге төлейміз, балыңызды өткізетін бюро ұстаушы. Сол үшін сабырмен қарап отырамыз. Отчетты ең соңғысы, отчет по активности структураға басамыз, сформировать отчет. Енді қараңыз, мына жерде мұқият болыңыз. Отчет поставлен в очередь на отправку. Выбранный отчет будет создан и отправлен на ваш имейл. Менің, яғни имейлім, сіздің де имейліңіз бар. Сіз тіркелген кезде қандай электронный почтаңызды көрсеттіңіз регистрация кезінде? Сол почтаңызға кіресіз. Мен қазір өзімдікіне кірем. Входящие, обновлять етем мен қазір. Мен бағана запрос жібергем. Менің бағана запрос жіберген жаңағы отчетым тұр екен мына жерде 13.49-да, қазір 14.11. Тағы да обновлять етейін. Ол 5-10 минутта келуі мүмкін. Бірден келмей қалса күтеміз. Даже 2 сағатқа дейін келмей қалса, тем более қазір айдың аяғы, бірден келмей қалу мүмкін. Сол үшін түсіністікпен қараймыз да, кішкене күтеміз, жүре ма? Тағы да обновлять етем. Себебі мына алдындағы отчет, ол бірден келді. Где-то 3-4 минуттың айналасында. Тағы да обновлять етеміз. Келген шығар, көреміз. Міне сағат 14-11 болды. Осыдан 1 минут бұрын мен запрос жібердім, келді мінекей. Басамыз. Отчет по активности структуры. Енді қараңыз. Басамыз да, міне, мынаны бүйтіп басқан кезде бірден почтаның ішінен басып ашсаңыздар, ол меніңше, енді білмеймін сіздерге қалай болады, меніңше неудобно қарауға. Сол үшін мен скачать етіп алам. Оны да қазір көрсетем, алдымен былай қарайық, Қараңыздар. Так. Көрдіңіздер ме? Неудобно. Вот мен ары-бері бұны қозғап жатырмын, маған неудобно. Сол үшін давайте скачать етеміз. Міне көк тұр, скачать. Міне кетті мына жағында, сол жағында, міне. Басамыз, показать в папке. Қай жаққа скачать етілді. Маған мінеки загрузки деген жерге келді. Өзі мінеки тұр. Көкке боялап, міне тұр, көкке боялап, өзі тұрады сол жерде. Мен аламын да, оны қазір сохранить етем. Сіздер сохранить етпесеңдер де болады, білесіздер ғой қайда түскен. Бүгін мысалы 29, мен сохранить етем. 08, и менде екінші отчет қой бұл. 2 отчет. Мен бағана біреуін уже запрос жасадым ғой, сол үшін мен, чтобы білу үшін, міне, 2. Міне тұр, үстінде тұр. Ашамыз. Енді осы жерде мен сіздерге түсіндіріп өтемін, Қараңыздар, мына жерде мұқият болу керек. Міне, сіздердің аттарыңыз ең бірінші болып тұрады, как менікі сияқты. Садыкова Сандуғаш Серғазиевна, Подтверждено 301 балл. Включены в бюро, выданы неше түрлі колонкалар көріп тұрсыз. Егерде сіздің балыңыз
выданные деген колонкада тұрса, мына жерде сіздің балыңыз өтті деген сөз компанияға. Сіз уже алаңдамасаңыз болады. Ал егерде мына жаққа әлі өтпесе, бұл жерде әлі тұрмаса, выданные деген колонкада, значит, сіздің балыңыз әлі өткен жоқ. И сізге оны қадағалап отыру керек. Ай, пока жабылмағанша қадағалап отырасыз сағат түнгі 12-ге дейін. Егерде түспей жатса, қайта-қайта бюроға звондаймыз, қайта-қайта бюро ұстаушыға жазамыз. Өйткені ол да адам, ол әдейі өткізбей отырған жоқ, ол просто адам болғаннан кейін, еттен сүйектен жаралған, ұмытып кетуі мүмкін, элементарно. Сол үшін қадағалаймыз, бұл біздің бизнесіміз в первую очередь и айтып, сұрап, тықылдап, сөйтіп отырамыз, жарай ма? Ұнамайды кейде кейбір бюро держательдерге, но и не істейміз енді. Бұл біздің бизнесіміз, оған ұнамайды екен деп ұялып отырып, сіздің жаңағы ұялып отырғаннан кейін сіздің балыңыз өтпей қалып, ақшасыз қалып қалмаңыз. Лучше перестраховаться и лишний раз спросить. Отчетта уже түссе, мына выданные деген колонкаға, онда все, сіз спокойный боласыз. Но опять адамдарыңызды қарап отырасыз. Например, менің адамдарымның практически ешкімнің, көбісінің, мысалға қараңдар, нелер түспеген әлі. Міне көрдіңдер ме? 302 Галямова мына жерде тұр әлі. Мінеки Маликова Шолпан 303 мына жақта тұр әлі. Көрдіңіздер ма? И олардың адамдарының да, балдары әлі көбісінікі түспеген. Көрдіңіздер, 110 подтверждено заказов, подтверждено, и того, оған қарамаймыз, выданные деген жерге. Мына егерде подтверждено, включенный заказ бюро деген жерлер тұрса, значит, адам заказын жасақ қойды осы айда. И может быть даже төлеп қойды. Оны біз біле алмаймыз, бірақ жасады төледі или жасады төлемеді, оны біз біле алмаймыз. Оны біз тек адамның өзінен біле аламыз. Сен жасаған екенсің, мінеки Таубаева Ұлжамал заказыңызды жасапсыз, сіз төледіңіз ба? Ол төлесе айтады ғой, төледім деп. Значит, сіз уже спокойно отырасыз күтіп, что оның балы түседі. А кейбір адамдар жасайды да осылай, сохранить етеді, бірақ төлемейді бюро ұстаушыға. Онда бюро ұстаушы, естественно, оның балын қанша сіз мына жерден қарап күтсеңіз де бұл балдың түседі екен деп, ол түспейді, өйткені адам оны төлеген жоқ. Сосын қарап отырамыз. Түсінікті болды, Выданные заказы баллы ЛО-ға қарап отырамыз. Енді ең соңына түсесіздерде, когда ол выданные мына жерге түскен кезде, выданные міне 6449 болып тұрған менікі, бұл уже түскен балдар 6400. Ал түспегені әлі мінеки қаншама тұр. Итого. Жарай ма? Сіздерде де итого түспегені. Итого деген ол общий. А мынау түскені. Вот естеріңізде болсын. Так что іске сәт. Рахмет сіздерге назарларыңызға. Ай жақсы жабылсын. Жалпы әр ай сіздер үшін өте сәтті болсын. Структураларыңыз көбейе берсін.